Бұл әйелдің өмірі мүмкін емес ғажайыпқа толы сияқты. Себебі ол лотереядан 4 рет ұтып, жалпы сомасы 20 миллион долларға ие болған. Ал лотереяның бағасы небәрі $1. Қазір бәрін баяндаймын. Әзірге осы видеоға лүпіл басып, парақшама жазылып қойыңыз. Бұл Лас-Вегас қаласының тұрғыны Джоан Гинтер. Халық аузында лотерея ханшайымы деп аталып кеткен бұл әйел $1 тұратын лотерея алып, 4 рет миллиондаған доллар ұтқан. Бірінші рет 1993 жылы $5,5 миллион ұтты. Екінші рет 18 жылдан кейін 2006 жылы $2 миллион ұтады. Үшінші рет 2008 жылы $3 миллион ұтса, 2010 жылы қомақты $10 миллион ұтқан екен. Ұтыстарының жалпы сомасы 20 миллионнан асып тұр. Не деген жолы болғыш әйел? Десек те Джоан Гинтерді 100% жолы болғыш деуге келмейді. Айтпақшы, Aviasales KZ қосымшасы арқылы ең қолжетімді бағамен саяхаттай аласыз. Мысалы, 12 желтоқсанға Алматыдан Лас-Вегасқа билетті небәрі 250 мың теңгеге алуға болады. Осы бағытқа жазылып қойсаңыз, билет бағасы түскенде сізге хабарлама келеді. Белгілі болғандай, ол бүкіл өмірінде 100 мыңнан аса лотерея билеттерін алып, жалпы $3 миллиондай доллар жұмсаған екен. Соның 4-еуі ғана жүлделі болған. Сондай-ақ оған алаяқтық деген күдік тағылып, үстінен бірнеше рет тергеу жүргізілген. Ал Джоанның математика профессоры болғаны күдіктерді үдеткені рас. Алайда оған тағылған алаяқтық айыптауы расталған жоқ. Қазіргі таңда Джоан Гинтер 76 жаста. Жанұясымен әлі де Лас-Вегаста тұрады. Егер сіз лотереядан $1 миллион ұтсаңыз, қалай жұмсар едіңіз?